Mine dostlar, kotlетimiz dayın. Осының рецептісін білгілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Сәлем бердік баршаларыңызға. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі біздің дайындайтын тағамымыз, негізі дайындап қойған түскі ас кезінде осындай макарон қуырып дайындап қойдым. Вермишель ғой енді, макарон дейміз. Осы макарон ішінде еті, сәбізі, картофы бәрі бар. Дайын да. Осыны қазір ет тартқыштан өткізіп котлет жасайтын боламыз. Өте оңай, әрі жылдам, тез піседі. Алдымен мен майымды қыздырып қояйын. Майымды қыздырып келдім, қосып. Ендігі кезек мына мясорубкаға нені саламыз? Дайын осы қосқаны. Түскі астағы дайындаған осы неміз ғой, жаңағы макаронымыз. Енді осыны жақсылап тұрып, жаңа неден өткіземіз? Ет тартқыштан. Содан кейін барып көрсететін боламын. Енді бастаймыз осыны қазір. Бісміллә. Міне достар, уже 2 минуттың ішінде неден ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді осыған жұмыртқамызды, 2 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Қазір қараймыз, несіне қарай. Егер бір жұмыртқа қосқанда бәрі жақсы болатын болса, онда сол бір жұмыртқамен қалдырамыз. Егер қатты қою болып кетсе, онда 2 жұмыртқа солай қосамыз. Әуелі қарап алайын, бісміллә дедік. Міне енді осыны қолмен жақсылап араластырамыз. Көреміз қазір. Бір жұмыртқа жете ме, жетпей ме деп. Болады екен. Бір жұмыртқа жарайды. Енді осыған кішкене паприка бар екен. Қазір соны қосып жіберем. Міне паприканы қосамыз. Өз кішкене ғана қалған екен. Енді осыны қосып, тағы да бір араластырып жібереміз да. Одан кейін мынандай сухарики үйде бар болатын болса, соны аунатып, жаңа котлетімізді жасаймыз. Майымыз қызып жатыр. Енді осыны тағы да бір жақсылап араластырып, котлеттің формасына келтіріп пісіретін боламыз. Міне дайын болды. 2 минуттың ішінде неден ет тартқыштан өткізіп алдық. Бір жұмыртқамызды қосық, бір жұмыртқа кетті. Менен сосын енді қолмен алып, форма жасаймыз котлеттің көлеміндей қылып. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үлкен қылып аласыздар ма, кішірек қылып аласыздар ма, енді соған қарайсыздар. Міне, мен осылай қылып кішірейтіп жасаймын, әдемі шығу үшін. Сосын ертеңгі күндер өздеріңіз жаңағы күнделікті жеуге, неге тоңазытқышқа салып қойып, шаймен ішуге өте керемет дәмді котлет болады. Осылай жасап қоямыз. Мені осылай домалатадым. Ең қазір қараймыз. Осылай домалатып аласыздар да, үстін басып, прям осылай жаңа котлет қылып, көлемінде қылып жасай бересіздер. Сухарикімен, осы ұнтақталған немен жақсы шығады котлетіміз. Достар, дайындап қойдым. Осылай котлетімізді формаға келтіріп, осы жерден 8-11 штук шықты. Егер отбасыларыңызда осында макарон пісіріп дайындайтын болсаңыздар, осылай котлет жасасаңыздар, дәмі өте керемет болады. Енді қазір пісіретін боламыз. Майымыз қызып дайын тұр. Бісміллә. Міне майымыз қызып дайын тұр. Енді сиғанша саламыз қазір. Осы жарайды. Өзі негізі тез піседі, 2 минутта піседі, уже дайын болады. Піскен не ғой?
барлығы. Ішінде жаңағы макароны бар, сәбізі, картобы, еті, барлығын түскі асықта дайындадым. Енді қалып қойғаннан кейін осылай котлет етіп жасап көрсетейін дегенмін. Негізі дәмі күшті болады өзі. Міне, қызарып, әдемі болып жатыр. Жаңа, егер көбірек жасаған болсаңыздар, онда 1-2 жұмыртқа жарып жіберсеңіздер болады. Менікі аздау болғаннан кейін 1 жұмыртқа жақсы болып шықты. Міне сап-сары болды. Енді аламыз, қазір сүзіп аламыз. Өзім көлеңкеммен сіздерге көрінбей жатыр ғой. Қазір енді осылай ыдысқа салып пісіре бастаймыз. Міне достар, дайын. 10-15 минуттың ішінде осылай котлет дайындауға болады. Қазір енді кесіп кішкене бөліп көрсетейін. Міне. Ой, ыстық. Міне. Осылай болады дәмі. Ауызда ерит прям. Күшті керемет.